Күндердің бір күні, егер бір күні айырылып қалсақ, мені ұмытасың ба деп сұрады Айсұлу. Аян үнсіз ғана оның қолынан ұстап, сені ұмыту үшін мен басқа адам болып туым керек, деді. Ол кезде екеуі де өмірдің бәрін махаббат шешеді деп ойлайтын. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. Аян шетелге жұмысқа кетуге мәжбүр болды. Айсұлу оны күтті. 1 ай, 6 ай, 1 жыл. Бірте-бірте хабарлары сиреді. Кейін мүлдем үзілді. Арада бірнеше жыл өтті. Айсұлу ата-анасының қалауымен тұрмысқа шықты. Жақсы жар, аяулы ана болды. Аян да өмірін қайта бастап, үйленді, балалы болды. Екеуі де өз өмірлерімен өмір сүріп жатқандай көрінді. Күздің бір күні қаладағы үлкен кітап дүкенінде Айсұлу сөрелерді қарап тұрған еді. Айсұлу, ол жалт бұрылды. Қарсы алдында Аян тұр. Шашына ақ кірген, көз қарасы ғана баяғыдай. Екеуі үнсіз қалды. Жылдар бұрын айтылмай қалған барлық сөз сол үнсіздіктің ішінде тұрғанда еді. Қалайсың, деді Аян. Жақсымын, сен ше? Жақсымын. Тағы үнсіздік. Аян күлімсіреп. Сен бақыттысың ба? Айсұлу бір сәт ойланып, бақыттымын, бірақ кейде өткен өмірімді сағынамын. Аян басын изеді. Мен де. Сол сәтте алыстан әке деп кішкентай қыз жүгіріп келіп, Аянның мойнына асылды. Ал Айсұлудың ұлы анасының қолына ұстап, анашым, үйге қайтайықшы, деді. Өйткені олар енді бір-біріне емес, басқа жандардың бақытына жауап деді. Аян қолын созды. Қош бол, Айсұлу, қош бол, Аян. Олар екі түрлі бақытқа қарай жүріп кетті. Ешқайсысы артына бұрылмады. Бірақ екеуінің де көзінен үнсіз ғана бір тамшы жас сырғып өтті. Кейде махаббаттың ең үлкен дәлелі бірге болу емес, бір-бірінің бақытын алыстан тілей білу. Себебі кейбір адамдар өмірден кетеді, бірақ жүректен ешқашан кетпейді.